Қазіргі кезде технологиялар бұрын соңды болмаған қарқынмен дамып келеді. Қарапайым компьютерлер үйреншікті, қажетті заттардың біріне айналды. Интернеттің пайдасы туралы білеміз. Адамдардың көпшілігі оны ақпаратты іздеу үшін ғана емес, сонымен қатар шынайы өмірден виртуалды әлемге өту үшін де пайдаланады. Кейбір шынайы өмірде өз орнын таба алмаған адамның виртуалды өмірге ұмтылатыны кездесіп қалып жатады. Себебі виртуалды өмірді бағындыру әлде қайда жеңілірек. Бұл жағдай бүгінгі күні мамандар тарапынан тіркелген. Ол виртуалды тәуелділік деп аталады. Виртуалды әлемге жиі кірген адам өзінің кейіпкері рөліне еніп, шынайы өмірге оралғысы келмейді. Сондай-ақ адам уақыт сезімін жоғалтады және бейәлеуметтік болып кетеді. Қатты дыбыстар мен суреттердің күрт ауысуы да геймердің жүйке жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін. Шын мәнінде тәуелділік пен ойындар психологиялық тұрғыдан жеке тұлғаны мен шынайы және мен виртуалды ретінде екіге бөледі. Мұндай жағдай кәмелеттік жасқа толмаған балалар үшін қауіпті. Олар белгілі бір кейіпкері бар ойындарда ойнап, өзін жеке тұлға ретінде жоғалтып алуы мүмкін. Сонымен қатар мынадай бірқатар проблемаларда туындауы ықтимал. Өзін өзі төмен бағалау, жанашырлық сезімінің болмауы, нақты өмірге апатия, махаббат ұғымының болмауы, физикалық денсаулығына зиян келу, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы, психоздар, невроздар, ұйқысыздық және тағы басқалар. Виртуалды тәуелділік проблемасымен шұғылданушы мамандардың күш салуына қарамастан, олар ұсынған сипаттама ресми психиатриялық стандарттарға кірмейді. Адам виртуалды тәуелділіктен зардап шегіп жүр деп айтуға болады. Егер компьютер алдында өткізген уақытты бақылай алмаса, оны азайтуға, программадан шығуға уәде беріп, ол уәдесінде тұрмаса, виртуалды тәуелді адам компьютер ойынына кедергі келтіретін адамдарға агрессия танытса. Екіншіден, ол компьютер алдында өткізген уақытқа қатысты жалған сөйлесе, немесе немен айналысқаны туралы ақпаратты жасырса. Үшіншіден, компьютер алдында отырып уақытын зая кетірсе, мысалы нақты өмірде жасалмай қалған маңызды істері болса. Виртуалды және кеңейтілген шындық көзілдіріктерінің адамның көру қабілетіне тигізетін зияны қандай? Медициналық тұрғыдан алғанда VR көзілдіріктерінің зияны компьютер мониторымен салыстырғанда өте әлсіз. Көзілдірікте көз бір нүктеде шоғырланбайды. Ол әрбір қозғалысты бақылап, тыныштықта болмайтындықтан виртуалды шындық көзілдірігі көз үшін аса қауіпті емес. Алайда виртуалды шындық құрылғыларының қаупі өзгеде. Виртуалды әлемге шамадан тыс батқан адам кеңістікте бағдарын жоғалтады. Бұл ағзаның вестибулярлық жүйесінің проблемаларына әкеледі. Сондықтан бас мониторларын күніне 3 сағаттан артық қолданбай, әр жарты сағат сайын үзіліс жасау ұсынылады. Енді виртуалды шындық көзілдіріктерінің адам психикасына зияны қандай? Виртуалды шындық көзілдіріктері әр адамға әртүрлі әсер етеді. Ол адамның эмоционалды күйіне, жеке тұлға типіне және басқа да факторларына байланысты. Виртуалды шындық бас киімін қолдануда өте сақ болу қажет. Себебі ол қабылдау қабілетін ақыл-ой дамуындағы тежеулерге әкелуі мүмкін. Әмбебап сақтық шаралары қандай? Жүкті әйелдерге, қарт адамдарға және жүрек қан-тамыр ауруларымен, эпилепсиямен, басқа да ауыр психикалық аурулармен ауыратын, көру қабілеті бұзылған адамдарға виртуалды шындықтан бас тарту қажет. 13 жасқа дейінгі балаларға бас киімдерін қолданудың қажеті жоқ. Не ересектердің бақылауымен пайдалану қажет. Кез келген жастағы адамға ұзақ ойнау зиян, өйткені бұл көру моторлы координацияға, тепе-теңдік қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін.